Қартаюды тоқтату мүмкін емес, бірақ оны баяулатуға болады. Өз жасыңыздан жас көріну үшін тері жағдайын жақсартатын өнімдер қолдану керек. Теріні іштей белсенді қоректендіретін және ерте қартаюдың алдын алатын 10 өнімді ұсынамыз. Видеоны соңына дейін қарап жазып алыңыз. Бұл өнімдер міндетті түрде көмектеседі. Ең біріншісі қаражидек. Қаражидек А және С витаминіне бай. Олардың құрамында теріні күйзелістен, атмосфералық ластықтан және күн сәулесінен қорғайтын антоциан оксиданттары бар. Екіншісі тәтті картоп. Тәтті картоптың құрамында бета-каротин көп. Ол А дәрумені ретінде белгілі. Жасушалық зат алмасуды арттырады. Сондықтан тері сау әрі жас көрінеді. Сондай-ақ тәтті картоп С және Е дәрумендеріне де бай. Бұл дәрумендер тері түсін тегістейді және теріні бос радикалдардан қорғайды екен. Үшіншісі қызыл болгар бұрышы. Бұл көкөністің құрамында пайдалы элементтер көп. Антиоксиданттар қартаю белгілерімен күреседі. Каротиноидтар қабынуға қарсы әсерге ие. Ал С дәрумені коллаген бөлінуін ынталандырады. Төртіншісі анар. Анар жемісінде пуникоголин және С дәрумені бар. Олар бос радикалдарды ыдыратады, коллаген синтезін жылдамдатады және теріні безеуден тазартады екен. Бесіншісі сарымсақ. Сарымсақ табиғи детокс ретінде жұмыс істейді. Ол антибактериялық әсерге ие және тері жастығын сақтайтын аллециннің көзі. Алтыншысы қара шоколад. Қара шоколад әжімнің ерте пайда болуының алдын алады. Шоколад құрамына кіретін какао атпас бұршақтарында флавонал бар. Бұл күн сәулесінің жағымсыз әсерін бейтараптандыратын қосылыс. Жетіншісі брокколи. Орамжапырақтың бұл бір түрі. А және С, сонымен қатар К дәрумендеріне бай. Сонымен қатар құрамында кальций, фолий қышқылы және жасұныққа бай. Олар теріге өте пайдалы болып келеді. Сегізіншісі қызанақ. Қолжетімді бұл көкөніс қартаюды баяулататын тиімді өнім. Оның қанық қызыл түсі ликопеннен түсіндіріледі. Тоғызыншысы авокадо. Оның құрамына қоректік заттар өте көп. А және Е, С, К дәрумендері бар. Б тобының барлық дәрумендері, сонымен қатар калий, магний және уылттардан қорғайтын каротиноидтары бар. Оныншысы жаңғақтар. Жаңғақтардың басты құндылығы олардың омега-3 майлы қышқылдарға бай болуы. Сондай-ақ олар Е дәруменіне бай. Олар тері құрылымын қалыпқа келтіреді. Оны ультракүлгін сәуледен қорғайды және қабынудан болатын залалды азайтады. Сондай-ақ қартаю процесін баяулату үшін мына кеңестерді сақтаған жөн. Бірінші, ағзадағы сұйықтық тепе-теңдігін сақтаңыз. Күніне 8-10 стакан су ішіңіз. Екінші, жақсы ылғалдандырушы крем таңдаңыз. Классикалық тері күтімі жайлы ұмытпаңыз. Тазарту, тоник жағу, ылғалдандыру деген сияқты. Және жастық қапты жиі ауыстырыңыз. Жастық қаптың жібек немесе атлас матадан тігілген түрін алған дұрыс. Сонымен қатар ұйқы режимін сақтаңыз. Далаға SPF құралын жақпай шықпаңыз және темекі тартпаңыз. Темекі тарту денеге өте зиян және денені құрғатып жібереді. Тері және дене тонусын сақтау үшін спортпен айналысыңыз. Ең басты байлық денсаулық демекші, үнемі спортпен айналысып, өз денсаулығыңызды өзіңіз күтіңіз. Сіздермен болған пайдалы ақпараттар айдары. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз. Өз ойыңызды, пікіріңізді қалдырыңыз. Кез келген сұраққа жауап береміз.